Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақта біз құжатты баспаға дайындау тақырыбын жалғастыратын боламыз. Сабақта үйренеміз. Scratch бағдарламасындағы жобаларды қалай баспаға шығаруды білетін боламыз және жобалық жұмыс жасаймыз. Scratch бағдарламасында керек терезені баспаға шығару үшін экран бетін түсіретін боламыз. Экран бетін түсіру үшін пернетақтадағы Alt және Print Screen батырмаларын қолданатын боламыз. Түсірілген суретті Wordқа қою үшін Ctrl-V батырмасын немесе тінтуірдің оң жақ батырмасындағы мәзір жолағын таңдайтын боламыз. Керек суреттің көшірмесін жасау үшін Ctrl-C батырмасын немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы меню жолағынан көшіру батырмасын таңдайтын боламыз. Құжатты баспаға шығару үшін пернетақтадан Ctrl-V батырмасын қолдануға болады. Жоба жасау кезеңдері. Жоба жасаудың бірінші кезеңі ол жобаның мақсатын анықтау, екінші тапсырманың қойылымы, жобаның дизайны, жобаны құрастыру, құжаттарды рәсімдеу, жобаны ұсыну, презентация. Word бағдарламасында өзіміздің шағын жобамызды жасап көрелік. Бірінші кезең ол жобаның мақсатын анықтау. Жобамыздың мақсаты құжатты баспаға дайындау. Жоба тапсырмасы тақырыпқа сәйкес мәлімет алу, тақырыбының мекен-жайы, редактордың аты жөні, суреттердің болуы, газет бетінде номер болуы керек. Жоба дизайны, парақ беті альбомдық бет болуы қажет, мәтін қаріпі Times New Roman болуы қажет, газет тақырыбы Word атта жазылуға қажет. Word бағдарламасын іске қосамыз. Жобамыздың тақырыбын жазамыз. Информатика ғылымы. Ол үшін бізде Word ат батырмасын қолданатын боламыз. Және Times New Roman шрифтін таңдайтын боламыз. Окей батырмасын басамыз. Және де біздің бетіміздің дизайны, яғни бетінің орналасуы альбомдық түрде болуы қажет. Ол үшін разметка страницадан альбомдық деген сөзді таңдайтын боламыз. Тақырыпты басына жазамыз. Және тақырыптың астында мәлімет толық болуы қажет. Керекті мәліметті қоямыз. Және редактордың аты жөні болуы керек. Астыға түсеміз және аты жөнімізді жазамыз. Және сурет болуы қажет. Суретті қою үшін біз кірістіру батырмасын басамыз. Кірістіру батырмасынан рисунок батырмасын басамыз. Және компьютердің ішінен таңдай алатын боламыз. Менікі жұмыс стилінде сақталған. Суретіміз қойылды. Суреттің өлшемін жанындағы түймелерді жақындату арқылы кішірейтуге болады. Және де формат бөліміне барып, суреттің керексіз жерін қиып алуға және суреттің стилін өзгертуге болады. Жобамызда номер болуы қажет. Ол үшін кірістіруге барамыз және номер страница батырмасын басып, төменгі жаққа бет номерін қоятын боламыз.
және де тақырыптың мекен-жайы болуы қажет. Мекен-жайы болуы керек. Аты жөніміздің астыңғы жағына мекен-жайды жазатын боламыз. Ағыбай Батыр. Болуы қажет. Енді жоба дизайнына назар аударайық. Жоба дизайнында бізде сөздер Times New Roman'да болуы қажет. Ол үшін главныйға барамыз, Times New Roman стилін таңдайтын боламыз қаріптің. Және де альбомдық тұрғыда болуы керек. Және информатика ғылымы, яғни тақырып бізде Word аттарда жазылуы қажет. Бірінші тапсырма: жоба құру кезеңдерін ретімен қой. Learning Apps сілтемесіне өтеміз және жоба кезеңдерін ретімен қоятын боламыз. Екінші тапсырма: пернетақта қызметтерін сәйкестендір. Сабағымыздың басында тоқталып өткен қызметтерді пернетақта көмегімен жасауға болатынын айтылған. Осыған сәйкес қызметке сәйкес пернетақта батырмаларын сәйкестендіретін боласыздар. Ол үшін Learning Apps сілтемесіне өтесіздер. Сабаққа рефлексия: бүгінгі сабақта не сәтті болды, қандай қиындықтар кездесті? Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз осымен аяқталды.